баршаңызға сәлем. Бүгін мен арман мақсатқа жайлы, мысалы неге жете алмай кетеміз, біз сол жайлы түсіндіргім келіп отыр. Бұны әрине сызу арқылы. Мысалы мынау адам ғой, адамымыз да. Осы адамның жан-жағында көптеген мақсаттары бар, армандары бар. Текші мысалы үй, мына жерде машина, саяхат, тағы не бар, алтын, бизнес деген сияқты да. Көп осы мақсаттарымыз бар. Біз қанша уақыттан бері осы батыс психологиясы бойынша түсініп келдік. Сен мыналарға жетсең, мынаның бәріне жетсең, сен күшті адамсың. Сен сонда бағалысың деген нәрсенің бәрін естіп келдік. Алайда қазіргі таңда белгілі болып жатыр, ислам бойынша мынау емес екен біздің мақсатымыз. Адамның мақсаты мынау емес. Мақсат болғанда қалай? Цел деп айтыла береді, мақсат деп айтыла береді. Бірақ былай жүрекпен түсінгенде қазір түсінетін боласыздар қалай болатын. Жалпы мынау емес, біздің осыларға жететін жолымыз. Бұл қалай десеңіздер, өзіміздің Құрандағы ең бірінші сүре бар, Фатиха сүресі, соның 6-шы аятында айтылған екен да, ихтинас сиратал деп. Яғни жолды мақсат етіңдер деп айтқан екен да, біздің сол аяттың өзінде. Сол себепті біз мына жолдарға мақсат ету керек екенбіз. Осыларға мына фокусымызды қою керек екенбіз. Біздің көпшілігіміздің қателігіміз арман мақсаттарымызға жете алмай шаршап шалдығатынымыздың себебі біз фокустың бәрін мынаған қойып аламыз. Ал мына жерден өтіп жатқан осы үйге жету барысындағы процеске фокус қоймаймыз біз. Жарайды, мынаған жеттің, мынаған үйге жеттің да. Ал одан кейін дальше. Одан кейін не болады? Ал соны ойламаймыз да, мынаған жеткен эмоция бір 10 күнге жететін шығар, ары кетсе 1 айға жететін шығар. Одан кейін адам өшіп қалады. Неге? Себебі барлық фокус мынаған қояды, тек шашыратып алады да. Негізі соған жету жолындағы процестен ләззат алу. Мынаған қойған кезде ол адамның жүрегіне кіріп кетеді екен, дүние. Адамда осы кезде, осыған жеткенде тәкаппарлық, менсінбеушілік көбі пайда болады екен. Сол себепті мен жеттім, мен істедім, мен баймын деген сондай адамдардың бәрін байқаймыз. Яғни мына жету барысында біз қиналамыз, шаршаймыз, мынаған фокусты қойып алған соң, жетіп болған соң жаңағыдай міндет қыламыз деген сияқты қиналып, ол болмау үшін мынаған фокусты қою керек та. Ал мынау нәтиже тек Алладан. Алла айтқан екен, әрекет сендерден болсын, нәтиже менен деп. Ал біз деген нәтижеге байланып аламыз да, как будто біз Алла Құдай сияқты, бәрі біздің қолымыздан келетін сияқты. Сол себепті біздің арман мақсатымызға жету өте қиындап кетеді екен. Бұның барысында, жету барысында мысалы, отбасыңмен ұрсасын, қиналып, нервтетіп, стресске түсіп жететіндер бар ғой мысалы. Ал соның барлығы осы жолға фокус қоймағандықтан болады екен. Негізі Аллах тағала бізді барлық әлемді, тау, тас, арманды бізге қызмет ету үшін жаратыпты. Мысалы, мынау біз адам болса, арман мақсатты біз мына жаққа қойып аламыз. Үйді, машинаны бізден жоғарғы қылып қойып аламыз да, ұлықтап кетеміз осыны. Ал олардың бәрі жоғары емес, наоборот, төменде тұру керек. Яғни оның бәрі адамнан төмен тұрады екен. Бүткіл бұл дүниедегі жаратылысты Құдай адамға қызмет ету үшін жаратқан. Сол себепті де оның бәрін біз өзіміз ұлықтап, өзіміз басымызға шығарып алады екенбіз да, соған табынып ұлықтап кетеді екенбіз. Жоқ, оның барлығы, арман мақсаттың бәрі адам деңгейінен төмен тұрады екен. Сонымен қоса, мынандай аят бар екен да, жалпы осының барлығын сендерге бағындырдым деп, осы дүниенің бәрін адамға бағындырдым дейді екен да. Сол себепті де бізге соны біз түсінгенде, мысалы, Аллах тағала осы дүниелік, материалдық дүниеліктің барлығын бізге бағындырып қойған, бізге қызмет етіп қойған деп түсінгенде, бізге мына дүниелік нәрселерге жету өте оңай болады екен. Бұл жерде ең бізді мақсатымыз, целіміз жол болу керек екен ғой. Жалпы осы жолда біз қалай әрекет еттік, қалай жүрдік, сынақтардан қандай сабақтар алдық, соны қалай қабылдадық біз, Аллаға жалып жасадық па, жоқ әлде Алланың бұл сабағы деп ризашылықпен қабыл алдық па. Біздің
мақсатымыз, әрекетіміз осы жол жүру барысындағы сол бағаланады екен. Біздің мына жерге жеткендегіміз бағаламайды екен Құдай. Сен саяхатқа жеттің, молодец, сен үй алдың, молодец, сен машина алдың, молодец деп осыған қарап бағаламайды екен бізді. Бізді мына жету жолымызға қарап бағалайды екен. Міне, біздің енді нақты мақсатымыз жол ғой. Енді соны былай түсіндірсем, мысалы, тағы да адам ғой. Мынау сол жолда, ал мына жерде міне результат. Результат текші. Результат ол тек Алладан ғана, иә. Біз мына жақтан мына жаққа фокусты қойып алмай керек екенбіз. Қайғырып, соны жүрегімізге кіргізіп ойлап, біз тек қана соған бару барысындағы мына жолдар бар ғой. Сол жерде қандай әрекеттер жасадық, не істедік, осы қалай адал түрде бардық па, соның барлығымен біз бағаланады екенбіз. Яғни осы біздің мақсатымыз екен. Біздің мақсатымыз міне результатқа жеткен кезде бұл әрекет арқылы. Яғни біздің әрекетіміз жол барысында қандай болды? Біздің мақсатымыз осы болу керек екен. Біз мынаған мына жерде үй, машина деп мақсат қылып, осыны фокусты қойып алмау керек екенбіз. Результатын тек Алла береді екен. Сол себепті де мына жерде қараңызшы, енді мынаған зацепка қойып алған кезде, осыған байланып алған кезде, осы материалдық дүниеге қиналып жетесің. Ал жетпей кетсең не болады сол қиналып жат жолда? Сол себепті де әрбір процестен, өту барысында әрбір процестен ләззат алып, сезініп, асықпай, қайғырмай, депрессияға түспей, Алланың берген жолымен жаңағы алдындағы шығарып жатқан қиындықтар болса солардан, сынақтан сүрінбей, аман есен сабақ деп қабылдап өту керек екен. Негізі бұрын бізде бәрімізде енді кейбір түсінік қате болғанда, Алла қатал, тозаққа жіберетін деген сияқтышы мысалы. Негізі Алла өте мейірімді екен. Бастысы біздің басымыздағы Алла тағала туралы түсінік болу керек қой. Біз көбінесе соны дұрыс түсінбегендіктен мынаған қиналып жетеміз. Жарайды, үйіме 10 жылда өліп тағалып, азаннан кешке дейін шаршап шалдығып, депрессияға түсіп, денсаулығыңды құртып та мысалы. Сөйтіп мынаған жетіп алған соң уже андай адамда бір рахат сезім болмайды. Неге? Себебі мына жолдарда сезініп өтпеді ол. Тек фокустың назардың бәрі мынаған қойып алды результатқа. Осыған жетем. Ал бұл тек қана Алладан нәтиже. Ал бізге айтып тұр, әрекет сендерден болсын, нәтиже менен деп. Ал осыған бару, жету барысындағы біздің әрекетіміз екен ғой сол. Осы әрекетімізге қарап Құдай береді екен. Кім әрекет етеді? Бұл өмірде ол әрекетінің қарымын бәрін алады екен. Еңбектенгенін да. Сол себепті мұсылмандар да, мұсылман еместер де, мысалы байлар бар ғой, ойлаймыз ғой, осылар қалай бай болады, мысалы ол ішіп шегеді, ол мұсылман емес қой, ол намаз оқымайды дейміз. Ал олар тек әрекет арқылы. Құдай әрекет етті, еңбектенді, соның өтемін осы дүниеде береді екен міндетті түрде. Сол себепті осыған назар аудару керекпіз, жолға. Яғни міне осы жол барысындағы біздің ниетіміз Алла үшін болу керек екен, және әрекетіміз адал түрде болу керек екен. Осы жолмен мына үйге бақыт ала отырып жету керек екенбіз, бақытты сезіне отырып. Біз ойлаймыз ғой, мына үйге жеткен кезде бақытты боламын. Ал сонда мына жерде бақытты сезінбейміз, біз көрмейміз да. Құдайдан айтамыз, сен маған тек үй берген кезде бақытты боламын, сен машина берген кезде бақытты боламын. Ал оға дейін қиналып бақытты сезінбей жету керек па? Жоқ, қателік. Керісінше осы өту барысындағы бақытты сезініп жеткен кезде, міне біз Алла үшін деп ниет етіп, әрекетіміз адал түрмен болған кезде, вот мына жердегі сезімді керемет сезінеді екенсіздер. Мәңгілік бақытты сезім болады екен. Енді біздің мақсатымыз тек жол екен, да? Естеріңізде болсын. Мақсатымыз тек жол. Мына үй, машина емес, тек соған жету барысындағы жол. Мына ориентир, цель, фокустың бәрін, акцент, вниманием бәрін осы жолға беру керекпіз. Яғни мынаған беру керекпіз. Оның бәрін біз мынаған беріп емес. Біз мына жолға берген кезде Құдайдың өзі мына жақтан бере береді екен. Үйді, машинаны бәрін жеңілінен көркем түрде.
бәрін алла үшін жасағанда, мына жердегі әрбір берген бақытты сәттерді сезіне отырып барған кезде, әрекет жасаған кезде Құдай өзі береді екен. Сол себепті біздің ең басты мақсатымыз үй емес, ол жол. Үйге жете алмай кеттім деп қайғырып, оны жүрекке кіргізіп алып, олай депрессияға түспеу керек екен. Яғни бұл жерде біз үйге табынып кетіп тұрмыз да. Үйге жете алмай қалдым деп соған өліп, талып, жылап, күйіп, мысалда. Жоқ, біз Алланың разылығы үшін деп, Алла үшін деп ниет ету керек екенбіз. Ал Алла айтады, сендердің жолдағы әрекеттерің соған жету барысында. Сол себепті осы жолдармен дұрыс бақытты сезіне отырып әрекет ету керек екенбіз. Аллах тағала бізді бағалайды. Мына жерде 2-3 үй алдың ба, оған қарап емес. Аллах тағала мына жолымызға қарап бағалайды екен, біздің жүру жолымызға қарап. Қалай жүрдік осы жолмен осыған жету барысында. Ойбай, мен үйге жете алмай қалсам ше, көлік ала алмай қалсам ше, ананы ала алмай қалсам ше деп мынаған біз фокусты қоймай, фокустың бәрін осы соған жету барысындағы жолға қою керек екенбіз. Содан қалай бардық, қалай өттік, аттап өттік па, жай жүріп өттік па, тез жүріп өттік па, Аллахым осы жолға қарап бізді бағалайды екен. Алла айтады екен, ниетіңді дұрыста да әрекет ет деп, нәтижесі менен деп. Сол себепті маған зацепка қоймаңыздар, байланып жүрекке тек бәрі Алланың разылығы үшін. Мынау емес, тек Алланың разылығы үшін деп, Алланы кіргізіп, мына нәтижені тек Алладан күтейік.